адамдарыңыз? Мысалы мен ойлаймын, детектор лжи деген барғанымыз вообще күшті болды деп ойлаймын. Потому что мен Заринаны одан да жақсы біле бастадым да. Ол кісі де мені жақсы біле бастады негізі. Просто қазір кішкене бір тырысып тұрды болды. Потому что мен бір нәрсені до конца айтқан жоқпын. Енді тырысып тұрған қалай қайтарасыз? Уайымдамасаңызшы. Қайтарасыз қанша күнде? Әшейін. Сағат дейік. Бір 1-2 күн шығар максимум. 2 күн. Прям сенімсіз ба? Балауса ханым. Жібімей қалсам ше? Енді көресің ол жағын өзіңіз. Балауса ханым, енді шынымен мен андай кетем деп қорқытқым келмейді, бірақ енді ол отбасы болғанға дейін мен білмеймін ғой қалай болатынын. Просто бұндай отношенияны мен ақылмен осы жерден тоқтата салайық деп ойлағым келді. Және мен 2 күн ойландым ғой үйде. 2 күн қалай болады екен? Енді адамда жаңа күмән тұра берген сайын ол үлкейе береді да, одан сайын адамға деген сенің көзқарасыңды өзгертіп жібереді. Лучше солай барлығымызға хайырлысы, дұрысы сол болған шығар деп ойладым да мен. Енді Тәуежанның қазіргі келіп отырған жауаптарына түсіндіремін деген нәрселеріне мүмкін асықпай сөйлесіп алу керек шығар деп те ойлап тұрмын. Әлі де бір андай нақты бір шешім емес, жоқ болды ренішім тарқады деген нәрсе емес, дұрысынан сөйлесу керек шығар.